Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде плюсте бол бағдарламасы. Міне біз біраз үзілістен соң футболдан Қазақстан премьер-лигасына арналған шығарылымдарды одан әрі жалғастыратын боламыз. Және бүгін жаңарған форматта менің жанымдағы екінші өздеріңіздің жүргізушілеріңіз, сарапшыларыңызда өзгерді. Дәулет Сейітбек бүгін дәл осы плюсте бол бағдарламасында алғашқы дебютын жасайын деп жатыр. Ал біз дәл осы бағдарлама барысында 13-ші турды қорытындылаймыз. Ұлттық құраманың ойындарынан кейін кеше 13-ші тур ойындары мәресіне жетті. Ендеше сол ойындағы нәтижелерге көз жүгіртетін болсақ, әуелі Қостанайда басталды. Тобыл Қызылжарды 2-0 есебімен жеңді. Одан соң Жетісу мен Оқжетпес арасындағы матч өтті. 4 гол соғылды. Есеп 2-2 аяқталды. Қайрат осымен 3-ші ойын қатарынан өз алаңындағы Алматыдағы ойынды жеңе алмай тең аяқтап отыр. Бұл жолы Атыраумен тең түсті және Ұлытау жеңіс тұтып турнирлік кестеде қазір 5-ші орынға көтерілді. Елімай өз алаңында осы турдың орталық матчында Ордабасыдан 1-3 есебімен жеңілді. Астана жұрт күткен үдеден шықты, яғни ертісті еш қиындықсыз 2-0 есебімен ұтса. Каспий өз алаңында Қайсардан 1-2 есебімен жеңілді, ал Ақтөбе Алтайда 2-0 есебімен ұтып, өткен жолғы Қазақстан кубогы аясында кеткен есесін қайтарды. Ендеше бұдан әрі біз осы ойындардың ең орталық деген ойындарына, матчтарына, эпизодтарына тоқталамыз. Себебі бізде бар болғаны хроно жарты сағат, яғни осы аралықта біз әрбір ойындағы ең басты эпизодтарды дайындап талқылап үлгеруіміз керек. Енді Дәулет, осы ретте өзіңнен бастайын. Сұрақты Елімай мен Ордабасы арасындағы матчты көрген шығарсың. Несімен таң қалдырды, несімен есте қалды? Енді Елімай мен Ордабасының арасындағы ойын, бұл енді ойыннан алдын-ақ белгіледі ғой. Турдың орталық матч екен, бәріміз асыға күттік. Және sold out, әдеттегідей, бұл екі команданың арасындағы ойын, бұл маусымда да сол деңгейде, және голдардың көп болғаны қуантты, және енді қуантпағанда жайт бар, оған қазір тоқталып өтеміз ғой. Төрешіге қатысты жағдай, төрешінің бұл ойында қабылдаған шешімі, енді көбіне Елімайдың жанкүйерлерін қынжылтқаны бар, бірақ Ордабасы жанкүйерлерінің де айтары бар деген сияқты. Бұл жөнінде әрінегі кішкене көңілге қайғы түсіргені анық. Дегенмен ойын тартысқа толы болды, және Ордабасының бәрібір ойын бойынша мен басымдығын ерекше атап өтер едім. Шабуылдар ұйымдастыру, допқа иелік ету, соққылар, тура соққылар бойынша. Бірақ Елімай жанкүйерлерінің жалпы команданың наразылық білдіретіндей-ақ жөні бар. Оларды түсінуге болады. Енді қазір жанкүйерлердің шуылдауын жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деп пайымдауға болады. Бірақ Ордабасы лайықты түрде жеңіске де жетті деген кеп тұр ғой бұлайша. Меніңше, Ендеше осы ойындағы статистикаға да біз көз жүгіртетін болсақ, расымен допқа иелік ету бойынша 56-да 44 Ордабасының пайдасына, және де соққылар саны бойынша да 19 соққы жасады қонақтар. Елімай 11 соққы, дәл қақпаға барғандар 2-7. Бұл жерде де Ордабасы басымдыққа ие. Тек бұрыштамалар бойынша Елімай 8-5 алды, офсайд бойынша да 3-0 есебімен алды. Сарғағаз бойынша Ордабасы 4-еу, Елімай 2-еу алды. Енді қызыл қағаздар біреу 1-0 деп көрсетті, бірақ енді 40-тан кейінгі ол жерде жаңағы бапкер де қуылды, жаңағы Жанайлы Пайруз да қуылды. Енді оны қаншалықты есепке алуға болады статистика ретінде. Дегенмен міне сандарды сөйлететін болсақ, Ордабасы басымдыққа ие болды. Дегенмен енді осы ойында төрешінің Арман Есмұратовтың шешімдеріне қазір барша семейліктер, тіпті Абай жұрты ғана емес, Абай облысының әкімі Берік Уәли ағамыз да өзінің көңілі толмайтынын және жанкүйерлердің бостан-бос бұлай наразы болмайтындығын айтып, Қазақстан футбол федерациясының президенті Марат Омаровпен хабарласып сөйлескен, және Марат Омаров бұл матчты егжей-тегжейлі талқылайтынын айтқан екен. Біз ендеше осы ойында соғылған голдардың барлығына болмаса да бірнешеуіне тоқталып өтейік. Бірінші гол, енді керемет шедевр соғылды. Ендеше бізге сол бірінші голдың қалай соғылғанын көрсетіп жүрсе, Елімай алаңның ортасында допты жоғалтып алды да, Ордабасы жылдам шабуыл ұйымдастырды, және дәл осы ретте Арман Есмұратов ойын тәртібі бұзылды деп шешім қабылдады. Онда да байқасаң, бірден қабылдаған жоқ. Бірінші ойынды жалғастыруға мүмкіндік берді. Содан кейін барып осы соққы жасалды. Енді
бұл голға ешқандай дау жоқ, айып соққысынан орындалған. Қақпашыны да білмеймін, енді қақпашыны кінәлауға болады шығар, егер айып соққысынан тосқауылдан торы өтсе. Мына жерде міне енді қақпаға ойын тәртібі бұзылды ма? Бірінші осы жерде сенің пікіріңді білейінші. міне бұл жерде негізі тибеген сияқты, ешқандай контакт көріп тұрған жоқпыз. Иә. Мынау енді үлкен баяулатылған бейне қайталауды көрсек, бұл жерде тибеген сияқты. Демек, ойынның есебі ашылған осы бір шабуылға, осы бір айып тобына стандартқа төрешінің қосқан үлесі болып тұр. Енді ол қаншалықты дұрыс шешім болды деген талқыға түскені ол орынды. Бұл жерде ереже бұзылмаған. Иә, расымен қазір қойылған осы айып соққысы белгіленген тұсты қарайтын болсақ, бұл 11 метрлік пенальти деп айтылмағанмен, дәл сол айып алаңының тұсында пенальтидің күшінде иә, кәдімгі мысалға шағын футболда пенальти бар және дабл пенальти деген бар ғой, алыстан. Сәл алысырақ. Тұл ұрамен дабл пенальти деп айтуға да келетіндей, бір жағынан қарасаң, енді төреші осы жерде шімірікпестен айып соққысын белгіледі, бірақ қарап тұрсақ, міне енді бұл жерде қорғаушының аяғы тимеген секілді. Міне қарашы, қорғаушы тоқтады және бір-екі қадам жасап барып құлады. Ішкендер құлағысы келген шығар енді ойы. Қалай болғанда да айып соққысы белгіленді. Енді оның төрешілер өздері анықтай жатар. Бұл жерде расымен контакты болды ма, расымен құлайтындай бір тәртіп бұзылуды төреші көрді ма? Енді оны жағы Марат Омаров мырза федерация басшылығы ретінде талқылаймыз деп отыр ғой, талқылап ертең шешімін шығара жатар. Бұл жерде бір нәрсеге назар аударайықшы. Есмұратов шешімді бірден қабылдаған жоқ қой. Бұл маман енді бардағы әріптестерінің сөзін тыңдады ма? Бұл жерде байқасаңыз құлаққабын ұстады. Демек, бұл жерде бардағы әріптестерінде қатысы бар ма деген ой келіп тұр енді. Бірақ бұл жерде ереже бұзылмаған сияқты. Бұл менің жеке пікірім. Иә, дәл осы вардағы деп қалдың. Дәл осы менің ойымша Арман Есмұратовтан көрі, менің ойымша Абай облысының жанкүйерлерінің сұрағы осы вар жүйесінде отырған төрешілерге болуы керек секілді. Иә. Көбіне иә. Енді Есмұратовтың айтқан сөзіне байланысты оған қазір тоқталамыз ғой. Бірақ оған дейінгі шешімдерге қатысты негізі сол вардағы отырған мамандарға да сұрақ қойылу керек. Неге бас төреші ғана сыналады? Иә. Елімайдың бір голы есепке алынбай қалды ғой. Осы ойында. Ендеше сол видеоны қойып жүріңіздерші міне. Міне жылдан басталған шабуыл еді. Айып соққысын жылдам орындатты да. Гол соғылды. Бұл жерде негізі 100% гол. Қазір біз стоп кадр көреміз ғой. Офсайд болды деп. Міне, мына бір жерде қандай офсайдты көреміз. Біз бірнеше стоп кадрды байқадық. Бұл жерде ең соңғы қорғаушы қақпаға әлдеқайда жақын тұрды. Мұртазаевпен салыстырғанда. Міне осы жерде айтып тұр. Міне қараңыз. Енді алаңдағы жаңа шөптің түсіне қарап, шөптің қоюлығына қарап анықтаймыз ғой. Бұл жерде қазір жазып сызып берудің де қажеті жоқ. Және біз бәленбай миллионға сатып алған жүйе неге әлі жауап берген жоқ деген сұрақ туындап тұр осы орайда. Енді осы жерде сенің пікіріңше офсайд болған жоқ дейсің, ә? Жоқ, бұл гол есепке алыну керек еді. Сөйтіп осы жерде есеп теңелу керек еді деп ойлаймын. Расымен егер дәл осы жерде гол есепке алынғанда, бәлкім ойын мүлдем басқа арнаға бұрылатын беді. Иә, әлдеқайда қызықты болар еді. Және ойыннан кейінгі сол бір әсеріміз дәл қазіргідегідей болмайтын еді. Енді бұл жерде расымен төрешінің шешімі оң болды ма, дұрыс болды ма? Негізі Арман Есмұратов бірінші гол есепке алды. Гол есепке алды. Алаңның ортасын көрсетті. Содан кейін барып, бірақ вар жүйесіндегі төрешілер бұл жерде гол есепке алынбау керек деген шешім шығарып отыр ғой. Иә, тағы да вардағы төрешілерге қойылар сұрақ бар бұл жерде. Өйткені голды міне есепке алды. Одан кейін Есмұратов күтті дағы шешімді енді вардағы мамандар айтқаннан кейін анық офсайд деп бар бейне қайталауды өзі көргенде ол шешімді бірден қабылдай салды. Енді вар жүйесінде бұл күні бізде Даниэл Гордо болды. Даниэл Гордоның да мәселесі майшаммен қаралып шығар. Енді Арман Есмұратов бас төреші, қосалқы төреші Дмитрий Вишняков және көмек қапталдағы Дмитрий Будниченко мен Тимур Тұрсынбаев дәл осы ойында қазылық етті. Енді осы қапталдағы төрешілер меніңше жалаушасын көтерген жоқ сияқты. Жоқ, көтерген жоқ. Есмұратов та ортаға қарай көрсетті, голды есепке алды. Енді бұл жерде біз вардағы жаңа Гордаға қойылар сұрақ бар деп жатырмыз ғой. Бұл бір жағынан, екінші жағынан ол тек бір көмекші құрал ретінде ғой. Негізгі шешімді қабылдайтын бас төреші, жауабын да беретін бас төреші, ол жағында түсінуге болады. Осы вар жүйесіндегі төрешілер осындай даулар
даулы шешімдер қабылдап жатыр. Енді біріншіден бейне қайталаудың сапасы да дер едім. Бұл жерде де біраз мәселе бар. Одан кейін жаңаған айтып өткен бәленбай миллионға сатып алған жүйеміз дер кезінде қызметін көрсетіп жатқан жоқ сияқты. Мына бір қабылданған даулы шешімдерге қарайтын болсақ. Одан кейін енді вардағы отырған мамандар деп оларды қайта-қайта сөге бергеннен енді бас төрешілердің де жауабын біз жауапкершілігін ысырып тастай алмаймыз. Өйткені шешімді қабылдайтын бәрібір бас төреші ғой. Неге барып Есмұратов мәселе мына ойында бар, бейне қайталауды көрген жоқ. Оған кімге дергі? Енді қазір Дәулет біз төрешілерді кінәлап жатырмыз, вар жүйесіндегі төреші деп кінәлап жатырмыз. Дегенмен ордабасылықтардың да айтатын шағымы бар. Бас төреші осы ойында біздің пенальти бермеді деген, пенальти бермеді деп жатыр. Міне сол сәтті бізге қазір көрсетіп жатырмыз. Бұл сәтті бізге Сапарғали, Сапок 1990 деген аккаунттан жазып, осы мәселені плюс бол бағдарламасында талқылаңыздар деген екен. Енді дәл осы жерде пенальти болды ма, болмады ма сенің пікіріңше? Міне, дәл осы жерде негізі бағанағы бірінші гол соғылғандағы фолмен салыстырғанда бұл жердегі тәртіп бұзушылық әлде қайда айқын көрінеді. Мына жерде пенальти болды дейсің ғой сен. Міне, контакт бар. Меніңше қайта қорғаушы аяғын көтермеген сияқты. Міне, қорғаушы аяғын қойды. Содан міне, аяққа шалынып тұр ғой бұл жерде. Міне, мына жақтан да көрсең болады. Міне, аяққа шалынды. Контакт бар еді бұл жерде. Сол сәтті міне вардағы көмекшілермен ақылдасты және ордабасының ойыншылары қанша сұрағанмен пенальти белгілемеді. Сол сәтті бізге қазір тағы да міне қайталап көретін болсақ, демек бұл тұрғыда төреші бірыңғай ордабасының пайдасына шешім шығара берді деген айтуға да келмейтін сияқты, қараңыздар. Ордабасы жанкүйерлерінің де уәжі орынды бұл жерде. Және енді бұл жерде Есмұратов бір жаққа асығып тұрды ма, мен түсінбедім. Неге барып тағы да майшаммен қарамасқа бейне қайталауды? Енді ол жерде вар, менің түсінгенім, вар жүйесіндегі төреші бас төрешіні шақыру керек болады екен. Келіп қарауыңды сұраймын, бұл жерде осындай мен күмәндім бар сенің шешіміңе деген сияқты ше. Пенальти берілу керек, пенальти берілмеу керек деген сияқты шешім қабылдау керек. Содан кейін барып қана бас төреші бара алады. Ал енді бас төрешіні бұл жерде шақырмаған болып тұр ғой. Горданың шешімі енді бұл жерде түпкілікті болып тұрған ғой енді. Да, қазір осы неге байланысты. Бұл шешімді Горда шығарып тұр дейсің ғой енді. Горда шығарып тұр, бірақ бас төрешінің жауапкершілігін біз алып тастай алмаймыз. Бұл енді есеп ашылған соң. Енді дегенмен Арман Есмұратовтың дәл осы ойыннан кейін тағдыры тағы да майшаммен қаралады. Міндетті түрде. Маусым соңына дейін шеттетіліп кетуі де мүмкін, егер әлде бір күмәнді шешімдер болып жатса. Бірақ енді дәл осы жерде расымен айып соққысы болды ма, болмады ма? Меніңше жоқ. Пенальти болды, бірақ айып соққысы болмады деп есептеймін. Плюс бол бағдарламасын көрген жанкүйерлерге қалдырайық оны талқылауды. Бізде бұл ойындағы төрешінің кейбір шешімдеріне қарамасақ, бірақ Ордабасы басымдыққа ие болды. Енді Ордабасы басшылығы керемет жұмыс жасап жатыр қазір. Енді өкінішке орай осындай бір қарын майды бір құмалақ шірітеді деп даулы осындай нәтижелер, төрешілердің шешімдері, бәлкім оған енді Ордабасының басшылығының ешқандай қатысы да жоқ шығар, бәлкім расымен адами фактор төрешілердің қателігі шығар, бірақ енді бұл жерде шешім шықты, болар іс болды, бояу сіңді, ары қарай қалған нәтижені енді федерация басшылығы қабылдайды. Ал бізде қазір плюс бол бағдарламасында аздаған үзіліс, содан соң қалған ойындарды талқылайтын боламыз. Құрметті көрермен, плюс бол бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бұл 13-ші турдың қорытындысы Қазақстан премьер-лигасы және орталық матч арнайы көп уақыт арнадық. Енді Елімай мен Ордабасы арасындағы ойын, тіпті енді облыс әкімі араласып жатса, мына жақтан Қазақстан футбол федерациясының басшысы бұл матчты мен майшаммен қараймын деп жатса, неліктен оны біз арнайы талқыламасқа. Енді келесі ойындарға көз жүгіртсек, дәл осы 13-ші тур аясында көп талқыға түскен Темірлан Анарбековтың қателігі, Қайрат Атырау матчы. Сол ойындағы видеоны бір көріп жүрейік, сенің Дәулет пікіріңді білсек. Енді бір жыл бұрын
төбемізге көтеріп төрімізге шығарған Темірланды қазір жерден алып жерге салып жатқандар бар. Мұндай қателікке Кассилестің өзі Чемпиондар Лигасының финалында жол берген. Лориус Кариус 2018 жыл Ливерпульдің қақпашысы Чемпиондар Лигасының финалында 2-1 голды кіргізген. Мұндай жағдай кез келген адамның басынан өтуі. Нойер әрбір 10 ойын сайын біреуін жібереді. Мұндай қателік. Оны одан да жиірек тіпті. Сондықтан мысалға енді бір жыл бұрын төбемізге көтеріп, қазір енді жерден төмен түсіріп жатқанымыз дұрыс емес. Енді мына сәтте бізге тағы осы видеоны басынан бастап беріңіздерші. Қарап тұратын болсаң, міне, қақпашы сол қолымен көрсетіп жатыр. Қорғаушыға бер деп жатыр. Маған берме, сол жақ қапталға бер деп көрсетіп жатыр. Негізінен Темірланның допты оң аяқпен тебетінін жақсы білеміз. Оңқай ойыншы ғой. Мына жерде де бір оң аяққа ыңғайлағысы келді. Демек, бұл жерде қорғаушы Темірланның аяғына берген пасты да дұрыс бермеді. Егер оң аяғына берсе, бірден тоқтатпай-ақ шығарып жіберуге болатын еді ғой. Енді дәл осы тұста менің бар сұрақты Темірланға емес, осы Қайраттың қорғаушыларына да қойға болатын секілді. Прессинг өте жоғары болды ғой. Қорғаушыға да одан кейін Рафаэль Оразбахтинге де мен бір қоятын сұрағым бар. Мәселен, біз сынды негізі 100% айтып, солай қоя салғанымыз дұрыс деп ойлаймын да өзім. Өйткені алдыңғы ойыннан кейін не деді? Инстаграмда көп отырып қойды, қолғабына бал жақып береміз бе, желім жақып береміз бе деген. Ол психологиялық фактор да бар ғой, неге біз оны ұмытып қаламыз? Сол сөз мәселен кері әсерін тигізіп, сенімділігін жоғалтты деп тұрсың ғой өзіне дейін, сенімділігіне серке түсіріп деп тұрсың ғой. Бәлкім енді демек бұл жерде сен Қайраттың қақпашысы ғана емес, бұл голға қорғаушылар ғана емес, жалпы бас бапкерінен бастап клубтағы атмосфера. Мәселен, осы ойыннан кейін баспасөз мәслихатында не деді Оразбахтин? Мен не болып жатқан өзім білмеймін деді. Енді Оразбахтин білмесе, демек ішкі атмосфера дұрыс емес деген сөз ғой. Мен қайдан білем дейсің ғой. Оны біз қайдан сыртта жүрген. Қайраттың үш ойын қатарынан өз алаңында жеңіске жете алмауы. Бұл жалпы Қайраттағы осы расымен ішкі атмосфераның бұзылғаны бұл нәтижеге әсер етіп жатыр. Міндетті түрде. Және Қайратты биыл енді чемпиондық таласқа бәсекелес бола ала ма, әлде чемпиондықтың тағдыры шешіліп? Енді біз әлі чемпионаттың экваторына да жеткен жоқпыз. 30 тур бар ғой бізде, 13-ші тур енді бітті. Сондықтан боларыстың алдын кеспей, алдын ала бір тон пішпей-ақ қояйық. Бірақ мәселен енді бір ойын артық қой Ордабасымен салыстырғанда. Ордабасы жеңсе 7 ұпай осып кетейін деп тұр. Сондықтан өзінің жағдайын біраз қиындатып алды, бірақ чемпиондық үшін таластан шығып қалды деп айту ерте. Бірақ қиындау болады, өйткені Дастан Сәтаев кеткеннен кейін не болады? Дастан бар кезде мынандай жағдай болып жатса. Оның үстіне Еврокубокке Еврокубок бар. Ертең енді конференция лигасының жалпы кезеңіне жолдама алса, мен өз басым шүкір деп айтар едім. Енді топтық кезеңге әйтеуір Еврокубоктың қайсысына болса да біреуінің топтық кезеңіне шығып жатса, бұл жалпы қазақ футболының жеңісі деп айта аламын. Сол үшін Қайратқа енді Еврокубокта сәттілік тілейміз, бірақ ішкі мәселені бас бапкер Рафаэль Оразбахтин өзі жөндей жатар. Темірланға тезірек бабына оралуына тілекшіміз. Расымен Мануэль Нойер қанша қателік жіберсе де, қанша рет өз қақпасына гол әкелсе де, ешкім Мануэль Нойерді қарапайым қақпашы деп айтпайды. Ол бәрібір аңыз қақпашы, ұлы қақпашы болып қалады. Сол секілді біз Темірланды да осы ең мықты қақпашылардың бірі деп айта аламыз. Меніңше, бірақ енді бір ұсыныс кеше әлеуметтік желіде айтып кеттім, Дәулет. Мұхамеджан Сейсен қазір Астананың қосал құрамында отыр. Енді ол жерде Чондрич негіз құрамда, Григорий Бабарян сол алғашқы маусымнан бастап Чондричке көбірек сенім артады. Меніңше Мұхамеджан Сейсен осы қазір трансферлік терезе ашық қой. Қайратқа ауысып кетіп жатса, Қайраттың басшылығымен келісіп, тіпті жалақысы аз болса да бәсекелестік артып, екі ұлттық құраманың деңгейіндегі қақпашы алмасып тұрса да, Мұхамеджан Сейсенге де үлкен мүмкіндік, Темірланға да өзін қамшылауға үлкен мүмкіндік болады. Бұл ұсынысымызды да енді Қайрат басшылығы бар, ойлана жатар. Ойлы жерде енді Қайрат Сәветайұлының да осындай керемет стратегиямен Қайратты академиясын құрып, 10 жылдықтарға бұрын жоспар құрған адам ғой. Сондықтан Қайраттың тағдырын енді ол кісі бізден артық жақсы біледі. Сондықтан дегенмен біз осы отандық футболдың қазақ
футболшылардың жанкүйер ретінде өзіміздің ойымызды айтып жатқанымыз. Енді тағы да бір ойынға тоқталайық. Қайсар мен Каспий арасындағы матчтың да қазір дау бітпей жатыр. Каспий өз алаңындағы ойын Қызылордада Қайсарға қарсы өткізді. Қайсар аренада. Бізге сол матчтың видеосын берсеңіздер болады. Және бұл жерде ерекше талқылауға түсіп жатқан Қайсардың міне бұл соққан голдары. Каспийдің ойыншылары жоқ жерден қателесті. Қазір қарап тұрсаң, қорғаушысының не істеп тұрғанын түсінбедім міне. Допты қалай дәл мынандай деңгейдегі адам алай қателесуге болады. Расымен. Ал енді бізде тағы да дәл осы ойын барысында Каспийдің бір дау шығаратындай мәселесі болды. Есепке алынбай қойған, бұл Каспий соққан гол ғой. Бұл жерде енді бір ғана паспен Каспий ойыншылары Қайсар қорғанысын бұзып есеп айырмасын қысқартты. Мына жерде қарасаң, доп қақпаның сызығынан асты ма, аспады ма деген сұрақ бар енді. Бұл жерде де тағы да енді бейне қайталаудың сапасы бар, басқасы бар, бірақ мынау шеттегі қаптал сызықтың арғы жағында тұрған бейне камерадан көрген қайталауға қарасақ, қақпаның сызығын кесіп өткен сияқты көрінеді. Дау қылатын жөн бар, бірақ бұл жерде де енді қақпа сызығын кесті ме жоқ па, ол арнайы жүйенің де бағасы бір шама, бірақ бейне қайталауды қарасақ кесіп өткен сияқты. Міне қарайықшы. Бұл жерден анық көрінбейді. Бізде қазір қақпаның артынан арнайы көрсетілген ракурс бар. Дәл осы жерде де міне толық сызықты асты ма, аспады ма, оны тағы білмейміз ғой. Біз талайық осы доптың 99% өтіп кеткен жағдайда да есепке алынған кездер бар ғой. 1% өтпей қалса болды. Міне осы жерде де сондай дүние болды ма деген міне дәл осы ракурс. Міне дәл осы бейне қайталау, бұдан дұрыс бейне қайталау жоқ, бірақ мұның өзінде де анық көре аламыз ба? Жоқ. Сондықтан енді шөпке қарайық, шөпке қарасақ біраз бөлігі сызықтың арғы жағына тиген сияқты доптың, бірақ кесіп айта алмаймыз. Бізде ол жүйе жоқ, ол жүйе тіпті Испанияда жоқ. Енді төрешілер осындай шешім шығарды, енді көрермендер өздері де талқылай жатар, бірақ көбіне осы төрешілердің қате шешімінің құрбаны болатын Қайсардың осы жолы болды, әйтеуір 3 ұпай бұйырып тұр екен. Дәл осы ойынды өзім де тікелей эфирде қарап отырдым. Расымен 2-0 бұл ең қауіпті есеп деп айтады ғой, футболда осындай жазылмаған термин бар. Және 2-0-ге есебімен алға шыққан Қайсар жоқ жерден осындай бір өзінің басына қиындық тудырып алды. Сенімдірек ойнай беру керек пе еді, бірақ босаңсып кетті ме, әлде Каспий енді жоғалтатын ештеңеміз жоқ деп шабуылға ұмтылды ма? Әйтеуір осы ойында 2-0-ден кейін ақтаулықтар ерекше белсеніп, міне осындай ойынды құтқаруға сәл-ақ қана қалды. Және төрешінің шешіміне қатысты осы Қайсар Каспий матчында тағы да бір эпизод бар. Бізге сол сәтті берсеңіздер болады. Қайсардың пайдасына пенальти берілмей қалды деп жатыр. Міне қарасаңыздар, Ағзамбаевтың басынан қазір қорғаушы баспен шынтақпен ұрады. Төреші бірден дәрігерлерді шақырады. Міне. Шынтақ тиюін тиді. Енді бұл айбалаңның ішінде болды ма? Айбалаңның ішінде болды. Міне, көрейік. Айбалаңның тура енді шынтақ тиген жерді қарайық та бұл жерде. Тура сызықтың үстінде болған сияқты. Біріншіден, шынтақ тиюін тиді. Мұндайда енді қандай шешім қабылданады көбіне? Шынтақ дәл осылай тисе. Және төреші варды қарады, Болат Сариев. Және бұл жерде ешқандай пенальти болған жоқ дегенде шешім шығарды. Енді жаңағы кейбір жанкүйерлер Қайсарға көмектесті деп жатыр ғой. Бұл жерде төрешінің осындай да пікірлері бар. Дегенмен Қайсарлың жанкүйерлерінің де өзіндік уәжі бар. Осы ойында біздің пайдамызға пенальти берілмеді деп жатыр. Және Каспийдің тағы бір осындай біздің пайдамызға пенальти берілмейді дейтіндей бір жөні бар, себебі бар. Себебі Каспийдің пайдасына пенальти, ол сәттің де видеосын берсеңіздер болады. Пенальти белгілеп тұрып, қайтадан алып тастаған кез болды. Енді оның дәл осы Каспий Қайсар ойыннан берсеңіздер, өзің қалай ойлайсың дәл осы ойын жайлы? Енді бұл ойында да төрешен тек бір жаққа қарай шешім қабылдады деп айтудан аулақпыз. Енді бұл соғылған гол түсінікті. Қорғаныстағы өрескел қателік Каспий ойыншыларының, бірақ
Каспий енді жеңіске лайық ойнады ма дәл осы ойында? Қорғаныстағы дәл мынадай ойыныменен бұл жерден ұпай арқалап қайтатындай ойынды өз басым көрген жоқ. Бал төрешінің қабылдаған шешімдері дау туғызады, бірақ екі тарапқа да Қайсардың да жанкүйерлерінің айтар уәжі бар. Сондықтан мен бұл жерде 1-2 деген есептің жалпы заңдылығын айтар едім. Қайсардың алған ұпайы заңды. Каспий енді ары кетсе, егер қатты бір асыра сілтеп бағалап жатсақ, бәлкім 1 ұпайға ойнап берген шығар, бірақ жеңіске лайық ойын болған жоқ ақтаулықтардың жағынан. Енді оған көп себеп айтуға болады. Біріншіден енді өз алаңында ойнап жатпағандығын да айтуға болады. Қызылорданың стадионында Қызылорданың командасын қабылдап жатыр деген енді бұл стендап немесе жайдарманда айтатын әзіл сияқты болып көрініп кетеді. Бұл маусымда оралама өз стадионына ол жағын айта алмаймыз, бірақ бұл ойында жеңіске лайық ойнады деп айта алмаймыз. Бұл жерде пенальти анық болды. Ешқандай дұрыс тудырмайды. Жалпы Қайсардың дәл осы ойында 2 гол соққанын білеміз. Езекел соқты, Ағзамбаев соқты және 2-ден өзіме алға шықты. Қайсар Каспий 1 доп айырмасын қысқартқанмен соңғы сәтке дейін тырысты, бірақ өте тартысты ойын болды. Жанкүйерлер, стадионға барған жанкүйерлерде, тікелей эфирде көрген жанкүйерлерде өкінбейді деп ойлаймыз. Енді біз қалған ойындарға тоқталып өтетін болсақ, Жетісу-Оқжетпес арасындағы ойын 2-2 қысқа қорытындылап өтейікші. Көңіліңнен шықты ма? Жетісу мен Оқжетпестің арасындағы ойын өз басым көңілімнен шықты. Енді ең көп гол соғылған ойын деп бағалаймыз ғой, бұл турдың аясындағы. Бірақ Жетісу енді мамыр айында да 1-1 жеңіс болған жоқ. Маусым айында дәл солай бастады. Командада одан кейін қателеспесем трансферлік шектеу бар. Бұл команданың жайы енді біраз қиын болайын деп тұр. Енді Каспиймен шекаралас болып түбінде қызыл аймақта маусым соңында қалып қойса да мен таңғалмаймын. Енді шекаралас деп қалдың, біз қазір турнирлік кестеге бір көз жүгіртіп алайық. Турнирлік кестеге көз жүгіртетін болсақ, қазір 13 турдан соң Ордабасы 31 ұпаймен топ басында тұр. Екінші орында Қайрат тұр, 14 матчтан соң 27 ұпай. Бізге турнирлік кестені берсеңіздер. Бір ойын артық. Бір ойын артық. Оқжетпес 3-ші орында 24 ұпаймен 13 ойыннан соң. Астана алғашқы 4-түкті Ұлытаумен бөлісіп тұр, 22 ұпайдан бар. Қос команданың еншісінде және Елімай дәл осы жеңілістен кейін қазір 6-шы орынға түсіп қалды. 20 ұпайы бар. Ақтөбе көтерілді, 7-ші орынға 19 ұпайы бар. Жеңіс 8-ші орынға сырғыды, Ұлытаудағы жеңілістен соң 16 ұпайы бар. Атырау Қызылжар 15 ұпаймен қазір 9-шы, 10-шы орында өзара бөліссе, Жетісу қазір 11-ші орында 14 ұпаймен, Қайсар 13 ұпаймен қазір 12-ші орынға көтерілді және Тобылды да айтып өтуге болады. Қазір 12 ұпаймен анау қауіпті аймақтан бірте-бірте қостанайлықтар көтеріліп келе жатыр. Енді Ертіс кеше жеңіліс тапты, Алтай да жеңіліс тапты, Каспий де жеңіліс тапты. Жалпы турнирлік кестенің соңында тұрған 3 команда да кеше жеңілді. Ендеше біз келесі турда кім-кіммен ойнайды деген тұрғыда кестеге көз жүгіртіп өтейік. 14-ші тур бізде 20-сына басталады және Алтай Жетісуды қабылдайды өз алаңында, Жеңіс Ертісті қабылдайды. Ертіс кеше ғана Астана аренада Астанамен ойнады, енді дәл осы Астана аренада Жеңіспен ойнайтын болады. Ордабасы Каспийді қабылдайды. Бұл ойында қызық болайын деп тұр. Өйткені көшбасшыларға қарсы Каспий өте жақсы ойнайтын біз көрген болатынбыз. Ерлан Шойтымовтың шәкірттері. Оқжетпес пен Тобыл арасындағы матчта қызық болады, 21 күн өтеді. Қызылжар Қайратты қабылдайды және Ақтөбе мен Астана арасындағы матчта енді Қобыланды Батыр стадионында дәл осы 14-ші турдың орталық ойыны деп айтуға келеді. Және дәл осы ойындар барысында біз Қайсардың өз алаңында Ұлытауды қабылдайтын айта кетуіміз керек. Тағы да бір ойын қалып қойған секілді. 8 ойын болу керек қой. Елімай, Атырау ол 17-ші турдың ойыны. 17-ші турдың аясындағы ойын, Қайрат, Қызылжар бар, басқа бар. Енді 14-ші турдың орталық ойыны бұл жерде Ақтөбе мен Астана. Бұл түсінікті жағдай. Енді чемпионаттың нағыз қызған шағы бел ортасына таяп қалдық, әлі талай қызық болады. Бірақ алдын ала қазір Ордабасыны чемпион қылып, Қайратты бұл тізімнен шығарып тастап, болмаса қызыл аймақтағы командаларды бірінші лигаға жіберуге асықпайық. Енді дәл осы жерде мен ерекше атап өтуге болатын бір командам бар, бұл Ұлытау.
Нұркен Мазбаевтың шәкірттері жеңілген жоқ. әлі өз алаңында жеңілген жоқ. Кеше жеңіс тұтты, жеңіліп жатып жеңісті жұлып алды. Қиын ойын болды дегенмен Ұлытау қазір алғашқы бестікте тұр. Маусым барысында басталмай тұрып оқ жетпес алғашқы үштікте тұрады. Ұлытау алғашқы бестікте тұрады деп кім ойлады мысалға. Бірақ міне Нұркен Мазбаев бар, неқта Әлеуетов бар. Осылай қазақ бапкерлерінің әлеуетін көрсетіп жатқан жігіттерге дән риза болуға болады. Сол секілді Ақтөбенің Алтайдан алған өші деп айтпай-ақ қояйық енді, өткен жол кубокта қарымтасы дейді. Кубоктағы жеңілістің бір кездейсоқтық екенін аңғартты, және Ақтөбеде қазір бапкер ауысқаннан кейін кешегі үзілісте бір расымен Ақтөбе футбол клубының ойыны сәл-сәл жөнге қойылған секілді көрінеді өзіме. Атырауда да бұл жерде бәрі Анарбековтың қателігін айтып жатыр. Негізі Атыраудың да еңбегі бар. Чигурин бапкер мұнайшыларды кәдімгідей мықты ұжымға айналдыра білді. Кез келген қарсыластан ұпай алады. Астана қандай басында қаржылық қиындықтар болып жатса да, кеше Астана аренада еш қиындықсыз ертіс тұтты. Бұл жерде де астаналықтардың мықтылығын Еврокубок жайында болады Астананың. Міне бұл сұрақ бар, енді ол алдағы бағдарламаларда талқылаймыз. Алдағы бағдарламасына талқылайтын боламыз. Және Тобылдың да Қызылжарды 2-0 есебімен ұтып, қайтары қостанайлықтардың еш жиғанына қуанышты. Трансферлері жақсы, ауыс-түйіс болып жатыр. Ал ендеше құрметті көрермен, біз дәл қазір плюсте бол бағдарламасында осы 13-ші турды қорытындыладық. Алдағы аптада 14-ші турды қорытындылайтын боламыз. Спорт плюс арнасын қарай жүріңіздер. Қазақстан премьер-лигасына арналған осы бір бағдарламамыз бұдан әрі маусым соңына дейін жалғасын табатын болады. Бүгін менің сенімді серігім болған сарапшы, бұдан кейін плюсте бол бағдарламасының тұрақты жүргізушілерінің бірі болатын Дәулет Сейітбек және Айбек Қабылша сіздермен болды. Ал плюсте бол бағдарламасының серіктесі Олимпиад екенін еске саламыз. Жеңісті күндерде жүздескенше бай қуатты болайық.